Отырып қалыппын ғой. Ал қалай? Шытырман әдебиет апталығы аяқталды ма? Сен болмасаң бір түрлі қызықсыз болып қалады екен. Иә. Рас па? Сен өмір жалықпайды екен деп ойласам. Шын мәнде еш жерге сыймай қайттым. Иә. Аналарды қара. Кімдерді көріп тұрмын? Мынаны қара. Көрмей кеттің ғой, достым. Бұл жерге тіпті әңгіме айтудың да қажеті жоқ. Әдемісін ай. Әй, данышпан, менің көрмеме келуді ұмытпа. Міндетті түрде келем. Жұрттың бәрі не деген ақ көңіл, мейірімді. Көрмеме келуді ұмытпа. Бе, жалықтырып жібермей ме? Сәлем, Панкрат. Үйге кіріп бәліш жеп кет. Бүлдірген қосқан бәліш болар. Бардағы Манюняның бәлішін жымқырып кет. Қызық болсын. Не үшін сұрасам да бере салады ғой. Қараш, Манюня, маған бәлішінен бір тілік берші. Өтінем. Ай, расында да жалығып кеттім. Кітаптағы өмір басқа. Неге болмасқа? Мен қалаға жан бітірейін. Ваня, сен жауыз құлтемір жасай аласың ба? Қаныпезер жауыз робот болса. Ойына не келсе соны істейтін. Әзіл ғой. Қолыңнан келетін беді. Көрейін, тек дәл қазір емес. Дәл қазір мен көмекші робот жасап жатырмын. Мен үшін сол маңыздырақ. Жасай алмасаң амал қанша. Бәрін өз қолыма алуыма тура келеді. Жалықтырған қаланы құтқаратын кез келді. Панкраттың келер қолынан. Достарының оған көзі жеткен. Тартты сыйға ол мына. Ол мына. Ватербас. Дайын болды. Енді Джингл Ситиде тұңғыш рет жауыз пайда болады. Оның есімі Қара Панкрат. Жоқ, жұрттың бәрі мен екенімді біліп қоятын шығар. Қара П болсын. Керемет. Ой, құпия сырға толды тонау. Жауыздың иығына түсер ауыртпалық көп екен ғой. Шырын сығатын құрылғым зілдей. Не деген жауыздық? Әзілің бе? Шырын сығатын құрылғыны тонап не көрінді? Тонаған жоқ. Есігімнің алдындағы баспалдаққа дейін сүйретіп алып келді. Көмектесіп, есімін атамай жасырып қалды. Кім екенін мен білемін. Кім? Ер жүрек әрі мейірімді Ханзада. Меніңше, Федюня. Әне өзде келді. Хей, батыр! Мен шынымен жан түршігетіндей бір жауыздық жасауым керек. Дәл солай. Жоқ. Кейін бәрін бұрынғы қалпына қайтарам. Мәселе қозғалса, оған итермелеуде. Төбен көкке жеткенде болады. Тыныш. Мен сендерге соны сыйлайым. Ай, ауырып
кетті ғой. Екіншіден, әсемдікті жоқ қылу. Қане көрек. Бам! Мынау ойға келмеген ғажап қой. Қараңдаршы, не деген бояу? О, батыл секен. Кімнің секенін білмеймін. Бірақ бәсекелесім бар екен айдан анық болды. Не дейді? Болды. Зұлымның не екенін көрсететін уақыт келді. Үшіншіден, сұмдық, үрей, ақыр заман. Әлі көресіңдер. Басқаша сайрап кетесіңдер. Ондай сахнаны көргенде шектеріңді тартып өздерің көресіңдер. Бейтаныс, ержүрек батыр тапқан екесіңдер. Сендерге үрей тудыратын қойылым қойып берейін. Кеттік. Да-да! Панкрат, мұнда екенсің ғой. Не боп жатыр? Бұл жүрек жұтқан көмекшіміздің ісі ғой. Гүл мерекесінен кейін сахнаны бұза алмай жүргенімізге 2 апта болды. Жүре алмай кеткенбіз. Енді міне. Не? Панкрат? Мұнда неге салбырап Мен емес. тұрсың? Ол басқа. Үстіңдегі киімің не? Мен сіз танымаймын. Не болып қалды? Қара киген ержүрек сен екенсің ғой. Қайдағы ержүректі айтасың? Ей, достар, мен қара киген белгісіз жан таптым. Кім екенін табыңдаршы. Ол Панкрат! Жарайсың, Панкрат! Панкрат, бізге неге айтпадың? Өйткені мен ержүрек батыр емеспін. Қанпезермін. Жауызбын. Мә, саған жаңалық деп осын айт. Жоқ, керек жоқ. Мұнда еске шабыт берген еді. Болашақта да осы істі жалғастыратын ойыңыз бар ма? Мен... Достым, сен мыжың екен деп жүрсем, жаратушы екенсің ғой. Меніңше, ақылдасып ойлан, бірлесіп, көрме ашуымыз керек. Жетер енді. Мен ержүрек емеспін. Мен жауыздық жасағанмын. Бұ, қалап бір сергісін деп едім. Қолымнан түк те келмеді. Оның не? Нағыз жытырман болды. Әрі құпия сырға толы болды. Шырын сұғатын құрылғаны кім әкелтеп қанша уақыт бас қатырғанды білсең. Рас па? Әрине рас. Қоршауды бояғаның тіпті керемет. Күтпеген жерден тосын сый болды. Жарайды, олай болса тағы бір көрейін. Тоқта, біле білсең, Джингл Ситидегі шытырман оқиғаларға мен жауаптымын. Сондықтан жауыздар демала берсін. Фильм Қазақстан РТРК акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған. 2017 жыл.